Баршаңызға сәлем, сіздермен Әсел. Бүгін біз жылдам әрі оңай дайындалатын жұмсақ панкейк дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 250 мл сүт, 170 грамм ұн, 1 жұмыртқа, шым тұз, 1 шай қасық қопсытқыш, 3 ас қасық сұйық май, 4 ас қасық қант қажет болады. Алдымен жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырамыз. Бір айта кетерлік жайт, панкейкті миксермен де, шанышқымен де араластыруға болады. Содан соң 4 ас қасық қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін 250 мл сүт қосамыз және қайтадан 1 келкі болғанша араластырамыз. Ал енді 170 грамм ұн мен 1 шай қасық қопсытқышты араластырамыз да, сұйықтыққа қосамыз және шым тұзды да қосып, 1 келкі масса болғанша араластырамыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, видеомды соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей, дайын болған массамызға 3 ас қасық сұйық майды қосамыз. Қыздырылған табаға 2 ас қасықтан құйып, панкейктерімізді екі жағынан пісіріп аламыз. Орысша айтқанда воздушный болып шығатын панкейктерді таңғы асқа жасасаңыз болады. Сондай-ақ панкейктерді неше түрлі топпингтермен қосып ұсынуға болады. Топпинг дегеніміз тағамға ерекше эстетикалық дәм беретін ингредиент түрі. Біз бүгін бұл видеода шоколадты топпинг жасайтын боламыз. Бұл біздің панкейктерімізбен ерекше дәмді болады. Ол үшін бізге 50 грамм шоколад және 30 мл кілегей немесе сүт қажет болады. Шоколад пен кілегейді орташа отта жақсылап ерітіп аламыз. Дайын болған шоколадты топпингті панкейктердің үстіне құямыз. Қымбатты достар, сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Баршаңызға сәттілік.